сәлеметсіздер ме? Қашықтықтан оқытуда қолданылатын платформалар тақырыбындағы вебинарға қош келдіңіздер. Қырғауылды қазақ орта мектебі МДШО КММ Байтеуова Самал Әлайдарқызы. Қашықтықтан оқытуда қолданылатын платформаларға X-Recorder қосымшасын және Jamboard қосымшасын айтуға болады. Jamboard интербелсенді тақтасымен танысайық. Jamboard интербелсенді тақтамызбен танысайық. Бұл жерде бізге қажетті құрал-саймандар: карандаш, өшіргіш. Карандаш бұл жерде біз цифрларды, әріптерді немесе бүгінгі күннің тақырыбын, бүгінгі күннің барлық ретін жазсақ болады. Және өшіргіш арқылы өшіріп отыра аламыз. Және де бізде стикер, сабаққа кері байланыс жасақ болады. Кері байланыс ретінде оқушыларға тақтамыздың ортасына кері байланыс деп жазып қойсақ, яғни немесе өзімізге қажетті сұрақтарымызды жазсақ, оқушылар настройка доступы арқылы оқушыларға доступ, яғни кері байланыс бере аласыздар. Бұл жерде копировать ссылку батырмасын бассаңыздар, оқушыларға осы ссылканы тарату арқылы жібересіздер. Келесі бізде бүгінгі сабаққа қатысты фотоларды, негізгі тақырыпты ашатын әртүрлі көрнекі құралдарыңызды экранға іліп қойсаңыздар болады. Және де геометриялық фигураларды жазсақ, көрсетсек болады экранда. Және де сонымен қатар шрифтпен де өзімізге қажетті қолмен де жазсақ болады, немесе шрифтпен де жазсақ болады. Келесі бұл бізде указка, яғни сабақта түсіндіру барысында қажет нәрселерімізді белгілеуге өте қажет таптырмайтын құрал. Келесі біз X-Recorder қосымшасымен танысатын боламыз. Бізде видео сабақ түсіруге өте таптырмайтын құралдардың бірі X-Recorder программасы. X-Recorder программасы арқылы біз әртүрлі сабағымызды көрнекіліктерін жасай аламыз. Мысалы үшін бұл инструментті бассақ, запись экрана, яғни снимок экрана, камера және щетка деп шығады. Бұл жерде щетка арқылы біз мысалы үшін true, false, тағы да басқа әртүрлі есептер, математикада шығару барысында есептер дұрыс немесе қате екенін осылай есептерден тексере аламыз. Және де тақырыпты түсіндіру барысында мінеке балалар мынаған баса назар аударамыз, мына тақырыпқа, мына суретке деген сияқты біз арнайы жазу арқылы көрсете аламыз. Және де келесі бізде инструмент, бұл бізде камера. Камерады өзіңіздің түріңізді көрсету арқылы балаларға әртүрлі тақырыптарды, видеоларды немесе слайдтарды көрсете аласыздар. Мысалы үшін мен өзімнің түрімді көрсету арқылы сіздерге суреттер арқылы түсіндіретін боламын. Немесе кітаптарды көрсетсем болады. Яғни бұл платформалар арқылы слайдты да ашып көрсетейін. Яғни Kyber Security программасы осы тақырыпты өтетін боламыз. Балалар мына слайдқа назар аударыңыздар деп мен осы слайдтарымды да түсіндіретін боламын. Және де электронды кітаптарымды да ашып, осы жерде балалармен тікелей кері байланыс жасап, сұрақтарым болса, тағы да басқа тапсырмаларым болса, осылай балаларға сабақты түсіндіріп жіберетін боламын. Немесе бұл суретіңізді өзіңіз әр жерге өзгертіп қоя аласыз. Және де болмаса түріңізді көрсетпеуіңізге де болады. Яғни бұл платформа өзі тақырып түсіндіріп болғаннан кейін өшірсеңіз міндетті түрде өзі сақталады. Яғни запись жасақта болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.